Барлығымыз о дүниеге барамыз. Мен онымен тиісіп, не тоқтасын деп айтып айтқан жоқпын. Жай ғана еске түсіру үшін айтып отырмын. Өйткені біз бұл шындықтан қанша қашсақ та бір кезде біз түсінеміз, өлімнен қаша алмайтынымызды. Біз оны түсінгенде осындай шешімге келеміз. Өлім өмірге үйретеді, басқа заттардан да күштірек қып. Өмір тез өтіп кетеді деген фактіні қабылдаған кезде біз басқаша санаттармен шешім қабылдаймыз. Не маңызды деп ойлай бастаймыз. Бұл Бен Нэмтин. 2006 жылы Бен өз досымен көлігіне мініп жол сапар шегіп кетті. Бұл олардың өмірін толықтай өзгертті. Сапарға шығуға себепші болған жанып кету деп аталатын ескі өлең болды. Бізді 4 жұмақтық өлең қатты таңғалдырды. Көше құшағында, шексіз дүрбеленде, бірақ жиі даудамайдың ішінде тасимыз біз орындалмаған тілектердің жүгін, көреміз өміріміздің қалай жанып жатқанын. Сонымен бұл өлеңнің бізге түсіндіріп жатқаны, күннен күнге біз өмірімізді өткізіп жатырық. Басымызда түрлі жоспарлар мен тілектерді ұстаймыз, бірақ бұның барлығы өмірдің қысымынан бұзылады, және біз бұл жаман ғой дейміз. Сол кезде біз армандарымызды қалай орындауға болады деп ойланып қалдық. Көз жұмбай тұрып не істегіміз келеді деп өзімізге сұрақ қойдық. Өйткені өлім туралы ойдан басқа не бар біздің зейінімізді сақтап тұру үшін, ненің маңызды екенін түсіну үшін көмектесетін. Бұл сұрақты қойғанда көптеген жауаптар шыға қалды. Дүниеден озбас бұрынғы тізім. Олар 100 тілектен тізім жасап, сапарға шығып кетті. Жолай тілектерін орындады. Кейбір нәрселерді жасау оңай болды. Жанып жатқан адамға бару сияқты. Ал басқалары тым өршіл болды. Мысалға, Обама мен баскет ойнау. Біздің артымызда ақ итыр жолдарында олар бейтаныс адамдардың тізімдеріндегі тілектерін орындауға көмектесу туралы шешім қабылдады. Оларға да бұл сұрақты қойып, күштер жетсе көмектесетін. Бір шама уақыт өткеннен кейін адамдар біз туралы ести бастады, және олар біздің тізімімізден де заттарды орындауға көмектесті. Содан бізде тиімді айырбастау басталды. Мен сізге көмектесем, сіз маған көмектесесіз. Бұл 2 апталық жол сапар жалғаса берді. Ақыры бұл орындауға мүмкін емес тізімнен заттар бітіп, тізім босап қалды. Бір қарағаннан бәрі оңай көрінеді. Уақыты келгенде бәрі дүние салады. Сондықтан біз өзіміздің мақсаттарымыз бен құндылықтарымызды білуіміз керек. Бизнесті бастау, марафонға қатысу, отбасымен байланысты түзеу. Өйткені өмір біреу ғана, мұны бәрі біледі. Бірақ біз неге әрекет етпейді екенбіз? Бәріміз өмірде қалаған нәрселердің соңынан баруымыз керек. Және мұны істеуге уақытымыз шектеулі. Содан неге барлығы бұл тізімдерді жасамайды? Сыртқа шығып барлық мақсатына жетуге тырыспайды? Менің ойымша, бұған әсер еткен адам табиғаты. Өзіміздің мақсаттарымызды орындауға нақты мерзімдер жоқ. Басқа өміріміздің салаларынан гөрі. Жұмыс, қарапайым өмірдегі бір нәрсе, туған күндер, төлемдер, бұның бәрін мерзімі бар. Ал жеке өзіміз қойған мақсаттарымызда ондай жоқ. Содан біз оны соза бастаймыз. Ертең жасаймын, келесі аптада, жылда. Көптеген адамдар бұны тым кеш болғанда ғана түсінеді. Корнел Ден бір психолог қызық зерттеу жүргізді. Ол өлер шағында жатқан адамдармен сөйлескен. Адамдардың көпшілігі істеген істер үшін өкінбейтін, олар істеп көрмеген істер үшін өкінетін байқады. Және өлім алдында жатқан адамдардың 76% бірдей нәрсе үшін қынжылады. Біреудің өмір сүргендері үшін. Бенмен сөйлескен кезімде әйелін Натали туралы ойлай бердім. Осы жылдың басында мен батылым жетпеген нәрсені ол істеді. Жұмысынан шығып кетіп, бизнесін бастады. Қалайсың? Не істеп қойдың? Жұмысынан шығып кеттім. Елестетіңізші, қорқыныш айнымалы теңдеу секілді, яки оны тірідей жұтып қойды. Қалай сен мұны істедің? Жай бардым да істедім. Маған қорқынышты болды. Қазірде сол сезім менде қалып тұр. Барлығының құны бар. Армандарында, жолыңызда сіз ұйқысыз түндерге тап боласыз. Демалыстарыңызды құрбан етесіз. Артыңыздан сізді жамандап, неге бұлай істеді деген адамдарды кезіктіресіз. Сіздің ақымақтығыңыз жайлы әңгімелер болады. Жай бір нәрсені сынап көргеніңіз үшін. Сенімділіктің дағдарысымен кезігесіз. Қорқыныш пен уайымнан тұрақты түрде мен дұрыс істедім бе деуден өтесіз. Мұның бәрін Натали толықтай сезінді. Шыны керек, тяжко болып барады. Әрине, сіз арманыңыздың жолында оның құнымен кезігесіз, бірақ бұның бәрі түк істемеудің қасында жоғалады. Егер сіз таңдаудың алдында тұрсаңыз, мұны істеп арманым соңынан кетем бе? Әлде бұл өтілген жолда шіре берем бе? Содан соң бұл тым қауіпті, кім білет бұдан не шығатын?
Жай ғана елестетіп көріңізші. Өлім қарсаңында жатырсыз. Көз алдыңызда барлық өміріңіз өтіп жатыр. Сол кезде өкіну не екенін түсінесіз. Содан барлық күмәндану жоғалады. Натали сияқты армандардың артынан жүруді шешкен адамдарға көмектесу үшін мен Беннен тілектер тізімін жасаудың тәжірибелік жағын сұрадым. Оны қалай жасау керек, тілектерді қалай қалыптастыру керек. Алдымен тілектер тізімі туралы естіген барлық нәрсені ұмытыңыз. Бірден осындай адамдар ойыма келеді. Дайвингті көргім келеді, саяхаттауды қалаймын, керекті заттарды сатып алғым келеді. Тек қана бір санатпен ғана ойлайды. Өмірдің басқа санаттарын ұмытып. Рухани, көңіл-күй, физикалық, ақша жағын. Тілектер тізімі үшін ереже жоқ, тек біреу ғана бар. Сіз үшін маңызды барлығын армандап көрген нәрселеріңізді өмірде жасап көру. Мысалға, отбасыңызбен көбірек уақыт өткізу, олармен бірге сапар шегіп көру, сізге не маңызды екенін түсініп, содан кейін оны жазыңыз. Жазып көріңіз. Жазғанда сіз бір қадам арманыңызға жақындайсыз. Оған жету ықтималдылығы 42%-ға дейін артады. Сосын сіз бөліскіңіз келеді. Достарыңызбен мақсаттарыңызды, сол туралы сөйлескіңіз келеді. Бен таныстардың көп болуы маңызды екенін байқады. Егер сіздің арманыңыз деректі фильм түсіру болса, онда бұл тақырып бойынша кеңес бере алатын және бұған байланысты барлық сұрақтарға жауап бере алатын адам кім болуы мүмкін. Жай ғана керекті адамды білетін адамға барып, тыңда, мен бұл іспен жанып жатырмын, бұны істеп көргім келеді. Сенде анау кинорежиссермен байланысың бар ма? Шамалы сұрағым ғана бар еді. Мүмкін бұл бөтелкедегі дәл сол джин шығар. Және ол саған: бауырым, сен тізімің керемет, мен сол джинмін, мен саған көмектесем. Сосын сіз тізімдегі бір істі аяқтамайынша екіншісін бастай алмайсыз. Сонда сіз нені таңдайсыз? Нені басты іс қыласыз? Ол ең маңызды нәрсе болса керек. Өлім өте бір түрлі нәрсе. Біз оны күнде телешоулар мен фильмдерде көреміз. Кейде жаңалықтарда, кейде бұл комедия, кейде драма. Көбіне бұның бәрі әдейі істелінген болады. Жаңалықтардағы шынайы құрбандар біздің төсегімізден мыңдаған шақырым қашықтықта болады. Осыдан көптеген адамдар өлім шын мәнінде не екенін түсінбейді. Өлім шегінде тұрып көрген адамдармен бетпе-бет сөйлескенде, немесе жақсы көретін адамын жоғалтқандармен әңгімелескенде, көбіне бұл адамдарға терең әсерін қалдырып кетеді. Бен сияқты сізге де өлімнің демін сезіп қажет емес. Бұл шындықты түсінуге анау ескі өлең немесе YouTube бейнесі жетіп қалар. Барлығы бір кезеңде, бір сәтте шешіледі. Сіз бұны түсінесіз. Бұл жолды жалғыз өте алмайтыныңызды. Тізімдегі істерді орындау басқалармен сөйлесумен тығыз байланысты. Адам немен көмектесе алатынын ешқашанда білмейсің. Мысалы, тыңда, мен ағамның ранчосы бар. Сен бұқаға мініп көргің келіп еді ғой. Сен тілек айтқың келіп еді ғой. Жақында дос үйленіп жатқан еді. Обама мен баскет ойнағың келе ме? Сенаторға бір ауыз сөз айтып көрейін. Ауырам, көріп тұрсың ғой, президент келіп қалды. Мұндай қиын мақсаттарыңызға жеткенде өзіңізді осындай ойда ұстап алатын боласыз. Құдай-ау, мен қолымнан бәрі келеді. Бұл ДНК деңгейінде енетін ой. Өмірге көзқарасыңызды өзгертеді. Мен мұны істей аламын ба деген сұрақтар, мен мұны қалаймын ба деген сұрақтарға ауысады. Оларға жауап беру қиын, бірақ мен оларға жауап берейін. Және соны істегім келетін болады. Сондықтан, бірінші кезеңде құндылықтарыңызды реттеп алғаныңыз жөн. Жарайды, енді сіздің кезегіңіз. Мен сіз келесі жарты сағат бойы өзіңіздің өмірдегі тілектермен тізіміңізді толтырғаныңызды қалаймын. Артық ойланбай қойыңыз. Оны кейінірек те өзгерте аласыз. Жай ғана бастап көріңіз. Есіңізде болсын, бұл жетістіктің 42%. Жас болғаннан соң оны суретке түсіріп, әлеуметтік желілерде бөлісіңіз. Жарысқыңыз келетін досыңызды белгілеп кетіңіз. Бұны істесеңіз, біраз адамдардан көбірек істі бітіретін боласыз. Бұл сапар сізді қаяққа апаратынын кім біледі? Егер сен өзіңді басқалардан жоғарырақ қоятын болсан, әрқашанда бұл эгоизм болмайды. Бұл бір жағынан қызмет ету. Сондықтан сен бейжай емес нәрселермен айналысуың керек. Осылай сен өзіне ғана емес, басқаларға да көмектесесің. Бұны мен бұрын түсінбейтін. Қазірде өзім бұның бәрі эгоизм деген ойда ұстап аламын. Бірақ мен бұны істегенде басқа адамдарға өз армандарының артынан баруға шабыттандыратынымды байқадым. Бұны қаншалықты көп адам жасайды, соншалықты тез біздің жеріміз өзгереді. Мен бұған жан тәніммен сенемін.